Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ірімшік қосып дайындалатын шоколадты пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Шұңғыл ыдысқа ұнды илектен өткізіп аламыз. Кейін үстіне какао мен қосқышымызды салып, үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, қолымыздың көмегімен видеода көрсетілгендей жақсылап біріктіріп араластырып аламыз. Кейін үстіне жұмыртқамызды салып, қолымыздың көмегімен жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Жақсылап бассаңыз, осылай барлығы біркелкі бірігіп, осындай қамыр дайын болады. Кейін кішкене бір шетінен бір бөлігін алып, салафанға салып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Кейін пирогымыздың бетін сәндеуге керек болады. Қалған үлкен бөлік қамырымызды формаға орналастырамыз. Мендегі форманың диаметрі 24 см. Егер де болмаса 22 см формаға да орналастырсаңыз болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай шетін сәл биіктетіп, осылай қамырымызды жақсылап орналастырамыз формаға. Ендігі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін шұңғыл ыдысқа ірімшігімізді салып, кейін үстіне қант және де кукурузды крахмал, бөлме температурасында еріп тұрған сары май, жұмыртқамызды салып, кейін үстіне қаймағымызды салып, жақсылап біркелкі етіп, ұсақтап араластырып аламыз. Негізі блендермен араластырған жөн, мен миксермен араластырдым. Жақсылап араластырылып болған соң, ешқандай түйіршік қалмау керек, және де қаймақ пен ірімшіктің пайызы рөл ойнамайды. Кәдімгі үй жағдайында дайындалған ірімшік пен қаймақты қолдансаңыздар болады. Кейін жағы дайын болған қамырымыздың үстіне салып, бетіне шие саламын қатырылған, менде тазартылған шие. Егер де сіздерде шие болмаса, смородина, басқа да жидектерді салсаңыз болады. Тіптен болмаса, қоспасаңыздар да болады. Кейін үстіне тоңазытқышта қатырылған манағы жарты қамырымызды үккіштен өткізіп, барлық бетін жабу міндетті емес, тек жеткенше осылай салып, қызып тұрған 180 градустағы пешке 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Дайын болған пирогымызды әбден суытып, формадан шешіп аламыз. Кейін үстіне қант ұнтағын сеуіп, дастарханыңызға ұсынсаңыз болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ әрі дәмді болып дайындалады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Дастарханыңыздың сәнін келтіреді және де қонақтарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.